YouTube'да ақша табу енді қиындайды, өйткені YouTube монетизация талаптарын екі есе көтеріп жатыр. Қазір монетизацияға шығу үшін 1000 подписчик және 4000 сағат қаралым керек. Ал 2027 жылдың 1 ақпаннан бастап 8000 сағат қаралым қажет болады. Шортста да дәл солай, 10 миллионның орнына 20 миллион просмотр керек болады. Сондықтан бұрыннан YouTube бастасам ба, сосын бастайым деп ойланып жүрген болсаңыз, қазір нағыз бастайтын уақыт. Жеңілірек талаптармен монетизацияға қосылып үлгеруге 6 ай уақыттарыңыз бар. Ал кейін сол нәтижеге жету үшін 2 есе көп жұмыс істеуіңіз мүмкін. Сондықтан YouTube бастауды ойланып жүргендердің барлығына айтарым, дәл қазір бастаңыздар. Ал неден бастау керек екенін білмесеңіз, менің YouTube сабақтарым бар. Бағасы айына 7500 теңге. Профилдегі сілтеме арқылы төлем жасап, сабақтарды бірден көре берсеңіздер болады.